Баршаңызға сәлем. Сіздермен торттың бетін қаптайтын обтяжканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецепттермен бөлісемін. Ең бірінші бос ыдысымызға бөлме температурасындағы сары май мен құмшекер немесе қант ұнтағын қосып, 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Егер құмшекер қосқан жағдайда ерігенше миксерлейміз. Міне біз миксерлеп болдық. Енді сүзбелі ірімшігіміз, яғни творожный сырды қосамыз. Оны да жақсылап миксерлейміз. Егер де сіздер қант ұнтағын қосатын болсаңыздар, көп миксерлеудің қажеті жоқ. Мен шекер қосқандықтан кішкене ерісін деп, кішкене көптеу қосқадым. Міне біздің обтяжкамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты, өзінің формасын ұстап тұрады. Енді обтяжкамызды кондитерлік мешокқа саламыз. Және де салып болғаннан соң 1 күн тоңазытқышта тұру керек. Сонда өзінің формасын жақсы ұстайды. Бұл обтяжкамен кез келген торттардың бетін қаптай беруге болады. Торттың бетін тегіс біркелкі етіп шығаруға арналған. 1 күнге тоңазытқышқа қойып қойдық. Бізде дайын торт бар болатын, сүтті қыз, яғни молочная девочка бар. Осы торттың бетін қазір қаптайтын боламыз. Бірінші осылай пышақтың көмегімен кальциядан босатамыз. Содан соң тоңазытқышта тұрған обтяжканы алып, ауыз жағын кішкене кесеміз және тортты қаптап шығамыз. Бірінші торттың жанына жағамыз. Жанын тегістеп болғаннан соң бетіне жағып, бетін де тегістейтін боламыз. Міне бетіне келдік. Бетіне де осылай жағып аламыз, содан соң барып тегістейміз. Бізге осындай видеодағыдай шпатель керек болады. Бірінші жанынан бастаймыз. Жанын жақсылап біркелкі етіп, тегіс болғанша осылай айналдырамыз. Содан соң барып бетін видеодағыдай етіп, тегістеп шығамыз. Жанындағы шығып тұрған кремдерін ортаға қарай шпательдің көмегімен тартамыз. Әр тартқан сайын шпателімізді тазалап тұрамыз. Міне біздің тортымыз дайын, сырты тегіс болып, әдемі болып қапталды. Сіздер де жасап көріңіздер, заказға жасауға да болады. Сіздермен болған Жансая.